Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай жилетка тоқитын боламыз. 1 жасқа арналған, алды түймелі осындай 1 жасқа арналған тоқитын боламыз. Ол крючокпен тоқылады. Міне осындай түсті жіптер керек болатын болады, және де 3-ші номерлі крючок керек болатын болады. Және де крючокпен воздушный петля ілетін боламыз. 50 воздушный петля ілетін боламыз. Міне 50 ілмек іліп алдық, 50 воздушный петля іліп алдық, және де 2 артық іліп алуымыз керек, 2 петля. Содан соң үшіншісінен тоқып бастайтын боламыз. Столбик накидым. 1 петлядан 2 столбик накидым шығарып алатын боламыз, тоқып алатын боламыз. Міне енді жең бөлігін шығаратын боламыз. Ол үшін 3 столбик накидым тоқып алатын боламыз. 1 петляның ішінен 3 столбик накидым шығарып тоқып аламыз. Содан соң 11 столбик накидым тоқимыз. Міне көргендеріңіздей. Он бір петлядан кейін 12-ші петляда осылай 3 столбик накидым 1 петляның ішінен алып аламыз. Одан кейін артқы бөлігі 22 петля. Міне артқы бөлігін тоқып алдық, 22 петля, және де жең бөлігін тағы да шығарып тоқып алатын боламыз. 1 петляның ішінен тағы да 3 столбик накидым. Одан кейін 11 столбик накидым арасында болады қол жең бөлігі. Дәл бастапқы бөлігінде тоқып алатын боламыз бағанағыдай.
міне осылай алдыңғы жағының екі жеңі және де артқы бөлігі бізде жилеткамыз үшбұрышты болып, алдыңғы жағы үшбұрышты болып шығады. Енді узорды көрсетейін сіздерге. Бірі столбик без накида, екіншісі столбик с накидом. Міне осылай жалғастырып тоқып кете беретін боламыз. Бір столбик без накида, екіншісі столбик с накидом. Егер де бұны түсінбесеңіздер, менің каналыма өтіп көре аласыздар. Осының тоқу узордың үлгісі бар. Тоқу үлгісі бар менің каналымда. Міне осылай бағанағы жең бөлігін алдыңғы жағында да және теріс жағында да көбейтіп отырамыз. Міне осылай. Міне жең бөлігін тағы да көбейтіп алдық. Міне енді тағы 12 петляден кейін тағы да көбейтетін боламыз. Тек центрында көбейтуіміз керек болады. Міне тоқып алдық. Енді столбик с накидом тоқитын боламыз. Алдыңғы бетінде осындай столбик с накидом тоқимыз. Артық бөлігінде бағанағыдай столбик без накида, столбик с накидом бір петлядан ғана тоқып отырып, сондай узор шығатын болады. Алдыңғы бөлігінде столбик с накидом. Міне көргендеріңіздей өрігінің ішінен тоқуымыз керек. Және де столбик с накидом кезінде, бастапқы кезінде, осы қатардың басында алдыңғы бөлігінде екі столбик с накидом қосып отыруымыз керек. Алдыңғы жағы көбейіп отыру керек, себебі бізде үшбұрышты болған соң алдыңғы жағы. Центрында тағы да көбейтеміз осылай.
міне осылай көбейтіп шығардық. Өз қалауларыңыз бойынша сәл үлкендеу қылып тоқсаңыздар да болады. Менде міне 16 қатар тоқып алдым, және де осының жең бөлігін шығаратын боламыз. Міне қызыл түсті жіппен ақ түсті араластырып тоқыдым. Енді осы жең бөлігін көріп тұрғаныңыздардай осы үшбұрышты центрға дейін алып келіп тоқитын боламыз. Одан кейін қысқартатын көрсететін боламын. Міне тоқып алдық, және де 3 воздушный петля жоғары көтеретін боламыз. Және де екінші бұрышын алып, бірге тоқып кете беретін боламыз. Міне осы екінші бұрышын алдық. Міне осылай қосып алыңыздар, және де осылай жең шығатын болады. Астыңғы бөлігін ешқандай өзгеріссіз көбейтпейміз, ешқандай дәл солай тоқитын боламыз. Енді алдыңғы бөлігін түйме қадайтын жерін тоқитын боламыз. Ол үшін крючокпен тоқимыз, және де столбик без накида тоқимыз. Міне осылай ең астыңғы бөлігінен жіп шығарып алып, столбик с накидың шеткі бөліктерін бәрін тоқып шығатын боламыз. Екінші етегіне дейін тоқып кететін боламыз. Міне екі қатар тоқып алған соң, міне енді түйме тесігін тоқитын боламыз. Түйме тесігін шығаратын боламыз. Ол үшін түйме тесігін белгілеп алыңыздар, және де міне осылай 3 воздушный петля көтереміз осылай, және де осы астыңғы бөлігіне 3 петля қалдыруымыз керек, және 4-ші петляге қосатын боламыз. Міне осылай. Түйме тесігі осылай шығатын болады. Осылай жалғастырып, қалауларыңызша 3-4 түйме қойсаңыздар болады. Мен 3 түйме қойдым.
міне алдыңғы бөлігін міне осылай бітіріп шықтым. Столбик без накида. Узор сондай, ал қалған узорын менің каналымнан көре аласыздар. Менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.